Тамақты тұрып ішу өлімге әкеледі дейді диетологтар. Ол рас па? Адамның денсаулығына қаншалықты зиян, қалай әсер етеді? Сол туралы бүгін видеода білетін боласыздар. Видеоны соңына дейін мұқият қараңыз. Құрметті алтындарым, қазақша контентті қазақ қолдасын демекші, лайк басып, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Алдын ала рахмет, алтындарым. Американдық диетологтар тұрып ішудің зиян екенін айтқан. Тұрып ішу не үшін зиян? Адамның тұрып ішкен уақытта асқазаны, қарыны, яғни созылып кетеді екен. Созылып кеткеннен кейін тез тоқтауға бейім болады екен. Уақыт өте келе тұрып іше беретін болсаңыз, асқазанның жұмысы жайлап, сосын асқазан ауруына ұшырауы мүмкінсіз. Адам тұрып ішкен кезде ас қорыту баяулайды да, бірте-бірте асқазанында рак ауру пайда болуы мүмкін. Және де тұрып ішсе адам тамақ қалдықтары қалып қояды екен. Сол тамақ қалдықтары шірейді де онкологиялық ауруға әкеліп соқтырады. Тағы да адамның денсаулығына әсер ететін жағымсыз әдеттер бар. Олар сотка қарап отырып тамақтану, телевизор қарап отырып тамақтану, жалпы компьютер алдында отырып тамақтану, бір нәрсе істеп жатып тамақтану, оның барлығы семіздікке әкеліп соғады екен. Телевизорге или бір нәрсе қарап отырып тамақ ішсе, мөлшерін білмей қалады, жей береді. Сондықтан да адамның вес қосуына, семіздікке әкеліп соғады екен. Және түңгілік көп тамақ жеу, переедание деп айтады ғой, оның барлығы стресске алып келеді және асқазан ауруына, адамның қартаюына, тез қартаюына себепші болады. Адамның тұрып тамақ ішуі де депрессия, стресске және де басқа да ауруларға әкеледі. Сонымен қатар тек қана асқазан емес, ішек ауруларына да адам жолығады. Ішек ауруы мүмкін. Ішек ауырғаннан кейін адам иммунитеті төмен түседі. Иммунитет төмен түскеннен кейін басқа да аурулардың барлығы келеді. Тағы да адамға денсаулығына ауыр тиетін тағамдар, олар фастфудтар. Фастфудты әсіресе тұрып асығып жегенде ол өте зиян болады. Асқазанға, ас қорыту жолдарына және де іштегі майдың жиналуына себепші болады екен. Кейде адамдар жұмысқа асық баратырып тұрып жеп кетеді. Ол дұрыс емес. Әсіресе фастфудтарды көп жейді адамдар. Фастфудтарды тұрып жейді, асығыс жейді. Ол да мүлдем адамның ағзасына ең бірінші асқазанға зияны тиеді. Қанша жұмысқа асықсаңыз да, басқа жерге асықсаңыз да, отырып жеуге кеңес берер едім. Отырып жесеңіз, тамақ сіңімді және жақсы, асықпай баяу қорытылады. Және де түңгілік тамақ ішкенде, түңгілік неге тамақ ішпеу керек? Өйткені адамның ағзасы демалады, баяу жұмыс жасайды. Сондықтан да түңгілік тамақ ішпеген жөн. Келесі видеода кездескенше достар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар. Біреуге жақсылық істесең алдына келеді демекші, жақсылықтарыңыз болсын, лайк басып, каналыма тіркеліп және достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Алдын ала рахмет.